Сәлем достар, қазақтың хандарымен таныстыруды жалғастырамыз. Тәуекел хан, Шығай ханның ұлы. 1582-1598 жылдар аралығында Қазақ хандығын басқарды. Тәуекел хан мен оның інісі Есім хан орта ғасырлық өлшеммен жоғары білімдегі адамдар болған. Тәуекел парсы тілін жетік білген. Ол тілде тіпті өлең де жазған. Үндістандағы Моғол империясымен, Ноғай ордасымен, Сібір хандарымен, Сефевидтер мемлекетімен және Мәскеу мемлекетімен дипломатиялық қарым-қатынаста болды. Тәуекел хан халық жадында қайраткер ретінде ғана емес, діни түсінігі жоғары ағартушы, ақсүйек ретінде де қалды.